Достар, видеомыз бастамастан бұрын мен сіздерге Эди Дима арнасын ұсынамын. Бұл арнада дәл қазір 22 жазылушы. Осы арнаны тез ертеңге дейін бір 30 жазылушыға жеткізіп тастайық. Осы бауырымыздың арнасына тіркеліп, видеосына лайк басамыз және де колокольчик басып, видеосының комментарийына мастерден келдім деп жазып кетейік. Егер де тіркелсеңіздер, мен де бір қуанып қояр едіңіздер. Бұл енді мен жаңа подписчигім десем де болады, маған тіркелген, сондықтан арнасына тіркеліп, комментарийіне мастерден келдім деп кетейік. Ал енді біз видеомызға кеттік. Бәріне сәлем, сіздермен бірге мастер. Бүгінгі видеода достар, біздер дейтін өткен видеода естеріңізде болса, мен 15 лайк жиналса, осы бір Танос перчаткасына модты ссылкасын қалдырамын деген болатынмын. Енді осы видеода мен сіздерге модын қалай жүктейтін бәрін үйрететін боламын. Достар, айтпақшы алдын ала айта кетейін, бүгінгі Таностың перчаткасы өткендегіден гөрі басқаша болады. Енді оған мән бермеңіздер, мен өзімдікін негізі басқа программадан тартқан болатын перчаткасын, ал енді мен жаңасын тартатын боламын қазірше. Енді сіздермен бірге болғын деппін ғой. Енді арнаға тіркеліңіздер, тіркелмеген болсаңыздар жаңадан келсеңіздер әрине және де лайк басайық, ал біз видеомызды бастаймыз. Достар, біздер дейтін видеомызға да оралдық. Енді ол үшін сіздер Google'a кіресіздер және де ол үшін біз сол қолғапты тартуымыз үшін Minecraft модна Танос дейсіздерді. Неде тұр? Minecraft модна перчатку Танос деген тұр. Соны басып береміз. Сосын барып біз МКП кубтан кіреміз. Мод Unity Gauntlet деймі? Дұрыс қосылайық. Осыған кіреміз. Қазір күтіңіздер. Міне бұл жерде қолғап шығады. Міне бұл Таностың перчаткасы бұл. Міне достар, көріп отырғандарыңыздай Таностың перчаткасы. Сосын барып біз скачать дегенді басамыз. Сосын барып мына жерде 3 секунд күтеміз. Сосын барып тартамыз. Сосын барып ашамыз. Майнкрафтты басамыз. Бұл үшін достар, біздер дейді Майнкрафтқа да кірдік және де біз осы жерден создавать етеміз. Енді менде 69 мер болып кетіпті. Уже енді мерге мән бермей қойыңыздар деген, мән бермейсіздер деген ойдам. Осы жерде мені перчатканы активировать етеміз. Сосын барып 2 рет активировать етесіздер. Бірінші набор ресурстан, сосын барып набор параметрден, сосын барып создать етесіздер. Сосын барып кіресіздер Майнкрафтқа. Мер ашасыздар от жаңағы. Бірақ өздеріңіз білесіздер, ноби өздеріңіз мерлеріңізге де қосуға болады. Қазір көрсете берейін. Енді кіргенін күтейік. Кіргенше арнаға тіркеліп отырыңыздар және де осы видеоға лайк басасыздар деген ойдам. Ал енді біз нормально бір жерге тұрып, мына жерге тұрып алсайық. Бірақ біз моб шарайнатқан жоқпыз, айтпақшы. Енді міне ол мына жерде тұрады. Осы достар, бұл не дейміз? Бұны өздеріңіз істемесеңіздер болмайды бұны. Қалай десем болады бұны? Қазірше бұл тез жүгіреді үшін, бірақ бұны істеу үшін сіздерде бұның сақиналары болу керек. Бір мультфильмдерде көрсеңіздер сақинасын болады ғой, бұл Таностың өз сақиналарын қолданып жатпай ма, мынау сияқты. Түрлі түсті өзінің сақиналары болады. Бұл сақиналардың өзіндік бір күші бар әйтеуір. Міне бұл не істесек болады? Бұлар не істейді өзі? Достар, мен модым басқаша болатын ол. Оған приложение керек. Қазір мыналарды көрейік. Не болып кетті өзі? Мә, мынада.
бұның ең бір жақсы жері кім еді, железный големдерді бір-екі аудармен құлатасыздар. Әйтеуір соны білем. Қазір күте тұрыңыздар. Ойбай, қаққа кетіп қалған бәрі. Кварцный. Ай, мына тұр айтпақшы. Достар, енді мән бермейсіздер деген ойдам. Ойбой, неге кіріп кеттім енді дейміз де. Бәсем. Мән қуып жатыр ғой графикасы. Міне 1, 2, 3, 4, 6. Мынаны көріңізші. 2, 3. Болды. Сонда мыналардың бәрі күшею керек қой. Қазір күте тұрыңыздар. Мынаны аламыз. Мына жерде қолаптың бәрін алып көрейік. Мынаны. Қазір көрейік. Оқ, достар, мұнан бәрі түгел екен. Міне 1, 2, 3. Көрдіңіздер ме, достар? 3 рет ұрып қоса саласыздар. Кән? Мәссаған. Бұның бір жақсы жеті осы. Андай тез жүгіресіздер. Ал енді осы достар, осының моды описанияда болады. Егер де осы мод ұнаса сіздерге әрине өткізіп алуларыңызға болады, және де өздеріңіз видео қылып түсірулеріңізге болады. Мен түсірмеңіздер деп рұқсат бермеймін, енді өздеріңіз білесіздер. Осыған түсірсеңіздер дамисыздар деген ойда. Мен сіздермен бірге болған мастер. Амандықта жүздескенше аман сау болыңыздар. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.